Кеше азанымен өмірде болған қызықты оқиғаларды айтып беріңіз, азанымен. Мына екеуі шегі баған ба деп ойлаған ғой бізде. Андай сөйтіп айтатын еді ғой, 18 жасар қыз бен 60 жасар келіншек қарайтындай қыздардың бәрін. мен үшін қоянбай Қызық емес. Сөйтіп Рауана келеді, ағат бір тоқтайсыз ба дейді. Рауана мен тоқтай алмаймын дедім. Өйткені қорқады деген. Сора. Кореяда Кино түсіретіндей қалай емес, өте қатал заңы. Үйленген қызық емес одан да сендер Иром екеуің біреуің ажырасыңдар. Жиздуха Корея, яғни Кореяға барып келген фильмінің қызықтарын айтып берейік деп сізді шақырдық арнайы. Өзіміздің көрерменімізбен әңгіме айтпаған екенбіз. Бұлай образ ретінде біледі, ат үстінде кездерде біледі. Бұлай кәдімгі ашығынан отқанымызда бүгін енді көсіліп шешіліп әңгіме айтамыз. мен қуанып отырмын негізі, именно мені таңдап, енді менімен баяғыдан күшті әңгімелесеміз ғой бір-бірімізбен. Жиздуха десе, енді барлығы сол бірінші бөлімді күшті кетті. Оны енді 1 миллиардтан көп ақша жинадыңдар. Енді екіншісі, бұл қалай болады екен, бұлар не істейді екен деген сан алуан сұрақтар туындады. Намансардың отырыз. Баяғыда Шымкент Қазақстан деген Анар әпше ең алғаш телеарналарға апарады ғой бізді. Енді еркін отырғың келеді ғой енді. Телевидение, тікелей эфир болады, үйдегілер звондайсың ауылдағыларды. Біз шығамыз қазір Шымкент Қазақстаннан, күтіп отырыңыздар, мамашкелер бәріне. Сөйтіп бүйтіп отырасың ғой ондай. Тіке. Бірде кейін оған. Бірде кейін оған. Азанымен ғой. Бүйтіп отырасың, петличті тағады, бүйтіп отырғың келеді ғой кішкене. Осы күйі ғой, түрің бетон. Біз енді өнер деген өлкеде осы. Қош келіп атыстар. Кеше азанымен өмірде болған қызықты оқиғаларды айтып беріңіз, азанымен. Сөйтемін да мен ойыма, енді журналистсіздер ғой. Мен журналистер туралы әзіліміз бар еді ғой, соны ойнап берейік деймін де. Қайсы дейміз? Түсінбейді ғой, алар бағдарламада. Қайсы? Тікелей эфирде, журналистер туралы. Соны жай микрофонды бүйтіп мынаған берем ғой мен. Аламын да, сразу ерболат қойып. Жоқ бүйтеді бол. Қарамайды. Итереді сөйлейді. Тек Кореяда дейді да, мысалы осы Кореяға түсіру ең бірінші идея қалай келді, негізінде бұл ешкім енді Кореяда түсірген кинолар бар, бірақ енді осы жалпы киноның идеясы қалай туындады, ол қалай басталды? Кореяда жалпы былай Нұрлан Қоянбаев тәтеміз ғана түсірді деймін. Оған дейін, бірақ енді көбісі Кореяны қымбат. И кино түсіретіндей қалай емес, өте қатал заңы. Заң өте қатал, заң қатал болғанда мынадан ақ біле беріңізші, мысалға көшедегі тұрған, біздің сояққа барып біліп атымыз ғой, барғаннан кейін. Көшеде бір қызға тесіліп, ұзақ қарап тұрсаң, ол қыз жаңа ұнатпай қалады ғой. Негізі қарауға болмайды ғой біреуге. Біздің елде ғой. Не қарайсың десе, болмай ма не қарауға деп шығамыз ғой жігіттер кейде. Ол қыз ұнатпай қалса, жаңағыдай арыз жазады полицияға. Осындай қиылыста, андай жерде маған бір жігіт ұзақ тесіліп қарады, маған ұнамай қалды дейді. Камераны ашады, жігіттің түрін жағынатады да, болды айыппұл төленеді саған. Ал шетел азаматы болсаң, депорт ұрады да шығарып жібереді. Жаңағыдай біз айыппұл төледік, Нет, біз кәдімгідей жоқ, енді пәлен миллион құртып атсың да, пәлен адамы жауапкершілікпен баратсың, біреуге қарауға да кәдімгідей ұяласың. Ол бір андай ар-намыстан, имандылықтан емес, андай шығып кетем ба, заңнан қорқып. Киномызды бітіріп алайық. Киномызды бітіріп алайық, қарамай-ақ қойшы құрсын деп. Бүйтіп әдемі бірақ бәрі. Қарайтындай қыздардың бәрі. Қарайтындай. Андай сөйтіп айтатын еді ғой, 18 жасар қыз бен 60 жасар келіншектің түрлері бірдей дейді, ондай емес шығар. Бірдей. Ол шын екен. Бізде мысалға Жиздухада Пикми деген қыз түсті ғой. Шын аты кім еді? Ким Пикми ғой? Сора. Жасы 37. Ертең фильмде көресіз. Біздегі 18-17 жастағы қыздардың реңі ананікі. Жалпы негізі әр елге барған кезде бір әр нәрсесін ақып айтасың ғой. Мысалы Түркияға барсаң, Турцияға барсаң бір тыныштық, жанның тыныштығы деген сияқты. Душевный қала. Мысалы Грузияға барсаң, кайзен ойнауды үйреніп қоясың деген сияқты ғой. Сол сияқты Кореядан біз мәдениетті үйреніп келдік. Содан кейін жауапкершілік деген нәрсе үйреніп келдік қой. Жалпы өте жауапкершілік мықты халық екен. Өйткені бір соңғы естуіміз бойынша не үшін бұндай, бұлардың халқы деп сұраймыз ғой. Неге сонша тәртіпке бағынып қалған деп. Сөйтсек оларда бір соғыс болған. Сол соғыстан кейін андай военный адамның бастығы болады, военный адам басқарған екен да. Содан оларда сондай тәртіп. 30 жыл заңгершілік деген. В общем, барып қайтқаннан соң миымызға келген әңгіме сол бұлар тек қана сол мұсылман болмай қалған екен ғой дедік қой. Атак жаңа тәртіптері, бір-бірін сыйлауы кәдімгі. Пунктуальность деген нәрсе өте мәдениет қой. Біз енді 30 шақты адам бардық қой.
мынау паспортный контроль бар ғой, жаңағы кіретін. Бізде Қазақстанға да, Өзбекстанға ары бері кіріп шыға бересің ғой. Футбол шортик болсын, шашың ұйпа-типа қалай болса олай. Сен мемлекетіңе кіргеннен бастап ояқта үсті басыңды түзейді. Жаңағыдай Таиландқа барған сияқты сумкаңды асылып, перегар шығып аузыңнан үйтіп баратсаң, болды, сен ұнатпай қала ма, контрольдегі адамдар қайтарып жібереді, болды. Қандай жұмыспен келіп жатсаң да, не істеп келіп жатсаң да, допросқа кетесің, кім болсаң да. Біз мысалға бізден алдымыз 30 адамның ішінен ұсталғанбыз ғой екеуміз. Енді қараңыз қалай ұсталды. Зарина Кармен тұрды, алдымызда әпкеміз барынша мәдениеттілікпен әдемілеп өткізді. Сәлеметсіздер ме деді, жаңағы ағылшынша амандасып сөйтіп өтіп кетті. Мен де жаңағыдай бірден Зарина әпше айтты, кел деді да артына, одан кейін мен де ана ары қарай кетіп қалғанша деп мәдениетті болып азанғы 6 жарымда ше әдемілеп қадымымды нық басып бүйтіп тік ұстап бойымды күшті болып өтіп кеттім. Компаниямен келістік қой енді, жаңағы кета шығару керек. Ол жақтағы қыздар, бізді Қазақстандағы қыздар турда осы неге бізді дайындады. Барғанда бүйтпеңіздер, не үшін келдік деген кезде нан айтасыздар, номер нан көрсетесіздер, осындай кісінің рекламасын түсіруге баратырық. Барлығын айтты. Контрольде тұрғанда күліп тұру керек. Айтқан сайын қорға бересің. Ол айтқан Жоқ, енді олардікі де жауапкершілік та. Барынша өтіп кетудің амалы ғой бізде. Олар енді барынша өткізу керек болып тұр ғой бізді. Сөйтіп бізді оқытты ғой, короче. Барғаннан кейін бірдеңе толтырады екенсің, короче. Не үшін келгеніңді, кім үшін келдің, қалай қылдың бәрін. Соның бәрін толтырып алып енді 30 адам болып бардық қой, короче. Кіріп барадық. Әрқайсымыз әр неге кеттік бөлініп. Әрқайсымыз әріп тұрып жатыр. Bir кезде біздің екі кімдер кетіп баратыр? Оператор кісімен художник кетіп баратыр ғой, бүйтіп. Біз сөйтіп мазар екеуміз. Алып кетті екеуін неге? Екеуі кетіп баратыр. Допросқа алып кетті. Ал допросқа алып баратқан ана жерден андай желпитіні бар, бүйтіп еңкейіп жүретін шал, короче. Полицияның формасында, бүйтіп кетіп баратыр. Екеуміз күлдік. Соған ұнамай қалған болып тұрған олар, иә? Түрлері ұнамай қалды. Жоқ, түріңе де қарайды екен да. Біз ойлап қалдық қой енді ар жаққа барғанға. Түріміз ұнамай қалды екеуміздің деп. Шли мыналардан разницамыз жоқ еді ғой деп ше. Бәрі өтіп кетті. Сөйтсек біз бір-бірімізге қарап күле берген екенбіз ғой ше. Мына соны ұнатпай қалған ғой. шегіп алған ба деп ойлаған ғой бізді. Еще анау ар жаққа барып не жатқан кезде бұған сөйледі короче. Анда іште бір апа сияқты біреу тұр да. Сөйтіп бұл түсіндіре алмай жатыр бір нәрсе. Сөйтіп кино деп айтса кино деп ар жақтан құтырамын ғой мен. Бро бір бәле досым ба деген сияқты, ағаң ба деген сияқты неге айтты короче. Камон деп. Екеумізді шақырып алып. Ары бетте қарап тұр бәрі. Сөйтіп қолын ағаш ұстап алған біреу кәдімгі қой ұқсап бүйтіп айдап кетті ғой екеумізді. деп. Екеуі кетті көздер жертің деп. Оларды да түсінуге болады негізі, өйткені оларда қазір Қазақстанмен енді біз білетін өзбек ағайындар өте көп деді ғой сол жақта, иә. Біздің 26 мың қазақ жұмыс жасап жатыр екен дәл қазір, иә. Сосын енді о жақта қазір нелегальный жүргендер көп қой. Сөзін шыны керек. О жаққа барған кезде 3 ай жүре аласың бір жылда. Оны бөліп баруға болады, немесе 3 ай бірден жүруге болады. 3 айдан кейін қақып кеткендер бар 7-8 жыл. Енді 4-5 жылдан кейін мамаларын шақыртып алып, папаларын 5 жылдан кейін көріп жатқан балдар бар да ана жақта ше. Жүрегің ауырады ғой ана. Бір кісі көрдік, ең ұзақ жүрген 23 жылма жүріпті ше. Сөйтіп өзінің отбасын 9 жылдан кейін алдырыпты. 9 жылдан кейін көрген отбасын. Мен бір досымның досы Кореяда жұмыс істеп жүріп, мен рабочий жұмыс істейді ғой. Сөйтіп бір өзбек ағайындылармен ерегісіп қалып, біреуін пышақтаған ғой. Сөйткенде сол жерде милиция алып кетіп, түрмесіне жатып тастаған ғой. 4 ай түрмесінде жатқан ғой ана бала. Ана бала кейін депорт алып Қазақстанға келген кезде айтып отыр да. Түрмелері біздің жатқан жерімізден әдемі деп ше. Тамақ, четкий бәрі дейді. Бірақ бір айымен тілмен 4 ай ешкіммен сөйлесе алмау деген жаман ғой. Біздің бір қазақ жігіт емес па? Байқамай женский туалетке кіріп қалған ғой енді. Сөйткенде ішінде бір әйел көріп қалғанда, ананы тоқтатып бәле болып сотталып кеткен ба, или елден шығып кеткен ба, сондай бір деңесі бар. В общем, женский туалетке де кіруге болмайды екен ғой. Бізде сәл болмайды болмайды. Енді Кореяның қызықтарын айта береміз ғой. Жалпы енді киноға оралайықшы. Кинода негізі 30 адам деп жатсыңдар да. Енді оның барлығы ішіп жеу, тамағы бар, оның ары бері жүруі бар. Сол 280 миллион теңгедей ақша кетіп тұр ма қазір енді. Енді ол жақта бағымызға орай, мынау көлікпен айналысатын Саят деген жігіттер шығып қалды. DN Motorsқа біз алғыс білдіреміз осы тұста. Кореяда машина керек болса заказ беріңіздер. Саят мырзаға және оның сүйікті жарына алғыс білдіреміз осы тұста. Жалпы сояқта олар да басын біраз қазақ бауырларға біз үшін рисковать етіп бізді күтіп алды. Егер бізге бір нәрсе болып қалған жағдайда олар жауап береді. зиянымыз тиетін еді. Енді андай ғой, ояқта сен қай русың, қай жақтансың деген қатты емес,
қазақсың ба болды ғой, бірге бармағы бірігіп инесі ілігіп жәрдем беруге тура келіп сондай ынтызар болып тұрады. Енді біздің елде жаңағыдай ұру, одан анау ең жыртатыны, енді Корея өте дамыған күшті ел ғой. Біз даму деп көшеде роботтар жүреді, содан дамыған деп ойлаймыз ғой. Даму деген адамның өзінен ғой. Иә, мәдениеті, ең бірінші мәдениеті. Мысалға 50 миллион халқы бар, жалпы жер көлемінің анабасы мен мынабасы 600 километрда, бос жер жоқ, бүкіл жерде дом, мәшіне ығы-жығы, бірақ ана бір-бірімен қайға тығып атсың, ешкім жоқ. Бізде жасыл жанды ма? Жүрсей ғой, сигнал бер. Сары да сигнал береді. Асығыс. Ал ояқты жасыл жанды ма? Жүрмей қалды ма? Не болып қалды екен? Күтеді. Түсіністікпен қарап, сондай бір-біріне деген ілтипаттылығы несі. И бізде жаңағыдай қарап отырасың, өзіңнің елің тиктогын қарап отырасың ғой, Кореяға барасың, анандай дамыған ел, күшті, бәрі әдемі, көшеде темекінің бүйшегі жоқ, арнайы жерге барып шегеді, өздерінің табиғатын, өздерінің елін жалпы құрметтейді ғой. интерестері басқа нәрседе ғой, іздену, даму ол жақта. Короче, мынандай болған екен, тура осы әңгіме айтылды ол жақта. Қиыншылық болған екен да осы уақытқа дейін. Бәрі күшті дейді, дәл қазір дейді. Енді бұлардың ұрпақтары дейді, бұндай боламайды дейді. Уже бұзылып жатыр дейді ғой. Жеңілдің үстінде дейді қазір бұның жастары дейді. Бізде сондай болып баратырмыз ғой. Енді біз қазақ ой, текті халықпыз, ата-бабаларымыз әңгімесі жоқ. Сондай бір сөзді, тамаша, дана, қазір енді көп жастар, біздің өзім қатты білімдімін деп айта алмаймын. Бізден кейінгілер ешқандай, мысалы, іні қарындасымыздың әулетіңде қарашы, бір олимпиадаға барып, бір неден ұтып келіп жатқанын көрмейсің ғой. Бәрі тикток, бір блогер болса еді, бірдеңе болса еді, қолы бос просто қарап. Бізде осы Кореяның рекламасын істейміз дедік қой. Бір-екі вайн түсірдік, видео түсірдік. Тағы да подкастыра түсіріп қойған ғой адамдар деп ойладық та. Сөйтіп мақсатпен қанат бойдақ қойды бізде. Давай екеуің біреуің үйренсеңдер дедік, короче. Халыққа қызық болсын, назар аударған кезде киномыз шығады деп солай бір кезде. Мақсат бір-екі қанат айтты, бір-екі бітпеген шаруаларым бар, содан кейін үйленем деді. Содан кейін мақсат сен үйленсей деп еді. Үйленген қызық емес, одан да сендер Иром екеуің біреуің ажырасыңдар. Сол көрермендерге айтқым келгенде просто Кореядағы өзіміздің көріп келген нәрселерімізбен бөлісек деген. Иә, сол ғой. Өтірік үйленбей-ақ, өтірік ажыраспай-ақ, әйтеуір. Сосын Кореяда бір қызық, төртеумізде куәміз ғой. Бір жерден съемкадан кейін қонақ үйіміздің астында үлкен супермаркет бар екен. Аралап жүрміз енді ішін. Кірдік, ішінде ешкім жоқ, сатушысы жоқ. Қаяқта болса, кім бар деп қоямын, ешкім жоқ. Сөйтіп, кім айтты арамызда бір өтті? Бұларда да сондай бар айтпақшы, сатушылар болмайтын магазиндер. Сендер сторис салдыңдар. Сөйтіп кірдік та, жаңағыдай заттарымызды алдық, бірақ бәрібір андай бір сатушысы болғанын бір ұрлап жатқан сияқты сезінесің ғой сосын да. Салдық, бәрін апардық. Сонымен тих еткізетініне не қылып, ақшасын төлеп, сөйтіп шығып кеттік. Сол таң қалып кетіп барасың. Историяға салдық кейін, не деген деп. Ал енді біздің елде элитный мақұлды. Елордасы Астанамызда сондай магазин ашыңызшы. Егес тұрса да ұрлап кетеді ғой бізде, бір қарап тұрса да. Енді сондай магазин бізде болу. Азал нәрселердің өзінде пиқылдайтын тұрады ғой біздер. Әскейдің өзінде. Сенбейді. Біздің қараш бәрібір миымызға бірінші келетін нәрсе, мынаны қазір әкетіп қалсақ не болады екен деген сұрақты бәріміз ойланып тұрып қой, короче, ана жерде. Өйткені миымызда хозяин жоқ болса әкетіп қалу деген тұрғы. Біздегі понятиеде ол елдегі. Ол неге олай? Енді заң ғой, мәдениетке бірінші әкелген темірдей тәртіп қойған заңдары. Өйткені заңдары байға да кедейге де бірдей ғой. Қызық емес. Байсың ба, пәленшен, министрдің баласын ба, қызық емес. Бәріне бірдей болғаннан кейін уже халық ровно тастай жаңағыдай. Мысалы, Мансар ана бір жерде съемкада телефонын қап кетті сенің. Иә. Сен телефоның, иә. Мансар телефон қап кетті, сумкамен бір бірге. сағат, бір жарым сағатта съемка болдық, телефоным жоқ деді. Қай елерге қойдың, осыншы жерде жүрдік. Бардық бір сағаттан кейін. Адам көп жүретін жер. Сол күй тұр ана жерде. Өйткені қорқады. Иә. Анан алса, камерада тұр. Иә. Уже болды, сотталып кетуі мүмкін ғой. Сондықтан құрсын бәлесінен аулақ дейді. Роскош дейміз ғой, бізде сәл енді болса сразу джип мініп, ең соңғыларын мініп, ойбай сұмдық қылады ғой негізі. Ана жақта в общем машина деген роскошқа жатпайды. До того бай болса да қарапайым машина. Негізі бізде де солай болып баратқан сияқты. Өйткені қазір джип мініп біреуді таңғалдырып сыйлату ондай понятие кетті. Қазір тірлік істейтін бір жаңа шәңгәніңді алып ал, зу өзіне шәңгән қайта мен байым ертең.
Жоқ, налог аз төлейсің. эксит алғандар бұл қазір. соқта жаман емес. жоқ, ол жақта да джиптер бар. Жоқ, андай роскошь емес та, любой машина мүмкін. Анау ең соңғы грандеулер бар ғой, қазір 25 жылғы. Олар кәдімгі таксовать етіп жүр да. Андай официальный наклейкалер бар. Основной. Бізде енді ол жақта бірден білесің қазақтарынша жаңағыдай банан, BMW-лар ар деп жүрген қазақтар кетті дейсің Түнгі ғой. 11-де тып-тыныш, қала тып-тыныш. Парылдап 20 миллион жүреді. халық бар деп ойламайсың. Сеул астанасының өзінде спокойно, үндемей адамдар. Ал біздің қазақтар кәдімгі қазақша өлең қойып кетіп бара жатады ғой. 4 терезесін ашып алған Кореяда кімге мақтанады? Оны танымайды да ешкім. Сондай балдар бар. Сол анау Енді мына жақта орындалмаған жаңа гештальт дей ма не дейді? Сол нәрселер ана жаққа істегісі келеді. жаңағыда бір жаңалықтарды оқып қалдым. Депутат ағаларымыз отырады да жаңағыдай нені андай не еді? Опрос Неге ол тиктокқа кіруге болмайды, бірдеңе болмайды деп, наоборот сол жастар осы біз тиктоктан көретініне таң қаламын мен ше. Соткадан ғой осының бәрі дейтіндер. Тәрбие деген ол. Сот әркім өзіне әке шешесі береді. отбасыдан да. Иә. Жаңағыда біз жақтағы тикток деп жатырмын ғой, ана жақта дамыған ел күшті қарап 34-ші этажда тұрамыз қонақ үйде, қарап мә не деген дамыған ел деп өзіңнің еліңмен салыстыра бересің ғой. Біздің елде осындай болса ғой дейсің. Ал сен өз жағыңа кіріп қалсаң, біздің тиктокта мәслихаттағы жаңа ағаларымыз елді қалай дамытамыз емес. Сіз қазақша айтыңыз. Сізге менің қазақшам керек пе или жауабым керек па? Иә, ана ақын ағамыз айтып жатыр ғой, темір жолдың басшысына қазақша айт десе, анау көкеміз соған неғып жібермей мен әлі сол өзіміздің елді қазақ тілі ғой, негізі қазақпыз ғой. Жаңа Асқар Жұмаділдиев дейтін кісінің айтатындай ғой. Мен бір-ақ елді көрдім өзінің тілінде сөйлемейтін дейді да ол. Бір-ақ ел бар екен, өзінің тілінде сөйлемейтін, ол біз екенбіз, короче. Болды. Любой тіл өзінің тілінде сөйлейді ғой. Сол тиктокта айтпақшы ішінде енді алла разы болсын ана кісіге Шерхан Мұртаза айтты ау деймін, сол кісінің айтты. Шәкең айтып еді баяғыда. Ит те өзінің ана тілінде үреді ғой. Не болып қазақша сөйлесең деп анаған. Енді жетер жеріне жетсе. Сосын жаңа Кореяда в основном Кореяда кәрісше сөйлейді бәрі. Бір естігенім, сосын не екен оларда, бір күнді өздері бәрі белгілеп іше ма сондай, Суббота, жексенбі арнайы. Сосын андай бізде любой жерде іше береді ғой. Алғашта любой жер. Көшелері бар өзі. Арнайы қуып, көңіл күй көтеретін, кез келген жерлерде жаңа. Біз Бекжан мешіттің қасында алғаш көріп қалуың мүмкін ғой, сол сияқты. Арнайы жерлерде. Енді жай мәдениет жаман жақтарын айтып жатырық қой, ше деген сияқты ше. Оларда да бір минустар бар екен, жаңағыдай. Оларда тоже бала шағасы тастап кететін ше. Ата-ана тастап кету ма, білмеймін енді, бірақ короче, итті жақсы көреді екен олар. Өте қатты жақсы көреді. Өзінің баласының сосын қарағанда иә. Иттердің коляскасына қатты көңіл бөледі. Қымбат. Қызығы өзінің үйі бар ғой, мұрасын итіне қалдырып кетеді екен көбісі. Сондай нәрсе болған екен. Сосын андайларға бар, компаниялар болады. Сіз мысалы қартаясыз ғой, сізді Күтіп өлгеніңізше жағдайыңызды жасайды. Күніге үйіңізге барып, кіріңізді жуады деп. Сіз өлесіз ғой, сол кезде сіздің үйіңіз, дүниеңіз сол компанияға қалады. Кореяда мысалы ерегісіп қалдық қой, екі адам ерегісіп қалды ма, жолға таласып бірдеңеге ұрмайды. Кім бірінші қол жұмсады, шапалақпен ұрсын, жұдырықпен ұрса да, анау кетті ғой шым. Мықтысын ба сөзбен жеңіп көр. Короче, патолог түкіреді ғой. Ана киноларында ай деп ана кіжініп ұрса сотталайын деп тұр де, содан киминаларға ұрады. Иә, сол. Түрмеге түсті кимина содан кесірінен. Сондай нәрсе екен. Содан кейін жаңа кимина демекші, ол жақта жұлдыздар бар ғой жаңағыдай. Танымалдарына мемлекеттен өте үлкен көмек қолдау болады да, және ең үлгілі адамдар болу керек олар. Жаңағыдай арақ ішіп, біреумен ажырасып, или жаңағыдай бір ұсталып қалып, болмайтын жерлерде жүру деген халыққа дұрыс емес көрінсе, бірден құртады. Идеологияда. Жерге түсіріп жібереді екен. Өйткені білет халық, біздегі мысалға өнер адамдары енді көріп жатсыздар ғой, анау анамен анаған тиді, анау үйтті, мынау бүйтті, ал оны айнасы болу керек. Иә. Полициялар мен таксистер тығыз қарым-қатынаста екен да. И жолдан біреу андай жерінде қызыл көк жанып тұрған бір нәрсемен өткізіп тұрды адамдарды былай. Мына полиция ма десем, жоқ, бұл таксист дейді. Бұл полицияға көмектеседі дейді, адамдарды өткізіп ше. Бір-бірімен тығыз қарым-қатынас деген да. Сосын бізде Жиздухада больницаның сахнасы болды түсіретін. Шын больницасын алдық арендаға. Жексенбі күнге туырланып, адам аз кезде. Ана больницасының ішінен
больницадан еш шықпайды. Әдемі кәдімгі. Чет. Бізде бірден настроение түседі. Бәрін еш шығады. Бір жаман ғой бізде кәдімгі. Жапса есікті. Шуламаңыздар, тихишас қазір. Ана жақта кісілер әдем ас үстімен андай киіп алған ше. Кәдімгі киноға түсіп жүрген. Кәдімгі кинода қалай шын аурулар сондай. Ас үстімен, коляскамен жаңағыдай. Туысқаны келіп далада отыр. Олардың сөйлеген өзі кино ғой шынайы. Эмоциональный қандай. Уже біз 15-20 күн жүріп, деп сөйтіп сөйлеп қаласың бір-біріңе. Бізде действительно ауру адам больницаға барсаң жазылып кетесің ғой. Негізі ананы көріп ше андай настроение түседі ғой. Негізінде емделуге бар. Ауырмай қалды, ауырмай. Нормально. Кет машина кетейікші деп. тумышкісінде заты көп тұра ма, банан, алма, саған беріп жібере ма? Биостар. Киіп атқан жоқпыз деп ше. Анау келмеді, мынау келмеді көңіл айтып деп ренжіп жатады ғой. Шыққаннан кейін дайындалып. 7-8 ай бұрын бір келіншек келді. Біз Нұрботқа хабарласыпты. Миллион командасымен жолықсам бола ма деп. Сонымен анау неде бала ойнататын бір жер бар, андай күшті. Алтын бала деген. Сол жерге шақырдым. 2 баласы бар екен. Сонымен келді. Сол жерде отырайын. 2 баласы аутизммен ауырады екен. Жас келіншек. Біз енді жасау. 2 баласы аутизммен ауырады. Аутизм деген ауруды мен көрмегем. Андай тыңдамайды екен ол. Күйіп қаласың, құлайсың. Сезімі жоқ та. Алдында не тұр, соны ұстай салады, төге салады, орында тұрмайды. Отыр тыныш дегенде ол түсінбейді. Ұрсаң оны түсінбейді. Енді қарап отырым. 2 бала, біреу 3 жасар ма, біреу 1,5 жасар ма. Расул бірдеңе шілдің екеуін бейді. Көз алдында 20 минутта қартайып кетті ғана келіншек. Уже жай найы толып баратыр, көз жас орап баратыр. Аға мені дейді, өстіп өмір сүріп келетін дейді. Кейде өткізіп жібергім келеді, бірақ ер азаматым болғанда ғой дейді да, мен тастап кетпегенде, мейлі бұлар жазылмайтын шығар. Әйтеуір арқа сүйетін адам болғанда деп содан бүйтіп, Кореяға апару ғой, ол екеуіне қаншама қаражат керек екенін қолдан келгенше ызбырашып көмектестік. Сөйтіп келдік та Жиздуханың ішіне. Сондай бір ер азаматы бағаламай қиын кезде тастап кетіп, өзі неке қиған кезде айтады ғой, қуанышта да, қайғыда да, қиында да, не деді, бірге боласың ба деп жаңағыдай кәлимаңды айтып серттесесің ғой. Сондай бір сертке берік болмаған азаматтардың кесірінен сондай қаншама қыз келіншектер көз алдымызға келді. Содан ішіне ол тақырыпты да қостық. Жаңағыдай өзінің кішкентайын ем таба алмай, елден ақша жинап, сөйтіп барған келіншек туралы да бір бөлігі сондай киномыз. Жалпы ол жақта Кореяда негізі көп ауруды біз мысалға жүрекке алып өліп кетіп жатыр ғой. Соқыршек құсап емдеп тастайды ғой. Көп аурулар жаңағыдай жеңілді оларға ше. Ал бізде қиын ғой. Бізде айтқан жерден аулақ, жаман ауру болып қалып, онкологический болып қалса бітті ғой бізде, болды ғой сен. Ол жақта емделіп жатыр иә? Емделеді кәдімгі. Оңай ол жақта. Ол жақта ондай тәжірибеден көп өткен де. Рак болып қалудан қорықпайды дейді, Құдай бетін олақсы, бірақ бізде ойбай. Болды ғой. Киноның барысында оны алдағы уақытта 6 қараша күні көреміз. Жалпы идея солай басталған, негізі осындай біреуден бір нәрсе туындап оны сомдаған, енді бәріміздің сүйікті актрисамыз Зарина Кармен әпкеміз ойнады. Қолымнан келсе алып қаш деген фильмде жақын танысып, сөйтіп Алматыға дейін енді 40-50 километр ме сондай Дегрес деген ауылда түсірдік. Сөйтіп айтып бердім сценарийді, осындай әпке, осындай деп. Мә, күшті ғой деді. Бірінші эмоциясын білейін дедім да, ұнай ма, ұнамай ма. Ұнатты. Сөйтіп, сіз ойнап берсеңіз қалай болады? Әрине ойнайын, күшті ғой деп қуана келісіп қолдады. Сөйтіп бағымызға орай, ол кісінің 2 қызы бар. Екінші қызыңыз бар ма деп, иә, қызым бар. Ана Аделия деген қыз ғой, енді қыз екінші қызы. Ол енді бұған дейін үлкен площадкада оны болмаған, почти ойнамаған. Енді бәрібір анау қасқадан қасқа тумаса да төбелі туады дегендей, енді ана Аделияның Құдай тіл көзін сақтасын, ойнағанын көрсеңіз, көз қарасын көрсеңіз, ол ойнап көрмеген просто. Ертең Құдай қаласа кинода 6 қараша көресіздер. Өте күшті. Түсінеді, не үшін ойнап атқанын, неге ойнап атқанын. Біз алдыңғы бөлімде тек күлдіруге тырысқанбыз ғой. Солтүстікте жүрген бірінші бөлімде. Күлдіргімізге мағынасына мән бермегенбіз. Енді бұл жолы ана күлдіріп жатырмыз, бірақ киноның соңынан қарасақ, андай мағынасы жағынан өте линиясы бар. Линиясы өте күшті шыққан сияқты осы жолы. Тағы да қандай актерлар ойнайды? Танымал. Біз танымал болған андай адамдар жалғып кеткен актерлар тықпадық негізі. Сол үшін әдейі
көрінбей жүргендерді енді танымал бірақ болатын кәдімгі шығармыз. тәжірибелі мен енді актерлар бір сұрақ енді кино енді ең қызық момент осы бірінші часть күшті болды ғой енді бәріміз көрдік ол әлеуметтік желіге енді саласыңдар иә құдай қаласа иә сол кинодан кейін ол түсірмейміз болды басқа нәрсе түсірдіңдер осы Макс Айжамалды ойнамаймын деп мақсат біраз шум болып айқай шу болып өзі жауап бер. қалай Кетемде бәле көндірдіңдер Максты сол ғой Макс қалай көніп қалдың сен енді келіспей ақ қойсын көнбеймін деп ол негізі жаңағыдай мынау мадияр ағамыз айтқан ғой өнер деген ұлтқа қызмет ету деген өзі көп жерде айтып жүреміз бағанағыдай жағдай ғой бір қыздар бағана аутизммен ауырып қалған көмек сұрап келді дейді енді бізде жүрген жерімізде кішкентай Қазақстанбыз ғой біз енді инстаграмға жазып көмек сұрайды осы сендерді жақсы көретін еді осыған сбор ашасыңдар ма деген сияқты бір сондай бір оқиғалар болды мен осы образмен бағанағыдай видео түсіріп сондай көмектесіп жатсам күшті ғой иә конечно сондай оқиғалар да түрткі болды негізі иә жоқ ол әрине оны біз енді әзіл ретінде айтып жатырмық қой негізі ол действительно бір сенің наның ол команданың бір жұмысы деп қарау керек шығар енді Максты енді анау нүктесін қою керек шығар деп ойлаймын балалар осы поддержка ететін шығар деп ойлаймын енді Максты да түсінуге болады жаңағыдай светофорда тұрғанда біреу Айжамал бірдеңе деп атыңды айтпай сен Айжамал деп ол жаңағы Асанәлі Әшімов сол біздің жаңағы мәдениетсіздік иә сол ғой мысалы Асанәлі Әшімов ағамыздың бір интервьюінде айтқан ғой енді Қыз жібектен кейін бүкіл халық жек көріп кеткен ғой енді это ол до того мықты ойнаған деген сөз да ол иә жаңағы Бекежанның образын көріп халық қандай ұнатпаған ғой енді бүкіл адам әлі күнге дейін көрсең ұнатпай тұрасың ғой бірақ до того актерлықтың шеберлігі да иә сол сияқты ол это күшті нәрсе деп ойлаймын иә жаңа Айжамал деген нәрсе өткенде Бекжан Тұрыс аға келіпті Шымкентке бір үлкен ағалар отырып мен бара алмай қалдым енді әйтсем ол кісінің фанатымыз тыңдағымыз келеді әңгімесін ұйып мынау мысалы бұны Айжамал деп таниды мені Жиздуха деп таниды ол актер үшін үлкен бақ депті ол бәйгеге 1000 ат қосады 1 ат келеді дегендей мысалға қанша жылдан бері актермін деп жүргендер бар да бірақ бір образымен халық танымайды оны қырманда дерменде жоқ андай мықты жерде болсын ойнап жүрген таланттылар бар бірақ бір образы жоқтандай халық жұртқа жұғымды есінде қалып кеткен Тука деген сияқты Айжамал Жиздуха деген сияқты иә сондай ол бақ қой актерға конечно иә бізге бақ болып келді сондай бір образдар ол біз оны құрметтеуіміз керек сол бақыт берген Аллаға шүкіршілік айтамыз сондықтан бәрі күшті деп ойлаймыз сол енді жұртқа өтіп тұрған жұғымды болып тұрған Айжамал мен Жиздуханың арқасында жаңағыдай қаншама ұнжырға түскен қалың қазаққа күлкі сыйлап 3-4 рет естідік андай жақында қолынан келсе алып қаш деген фильмнің продюсері Алмат деген ағамыз айтады мен сендерді қатты жақсы көремін құрметтеймін өйткені менің мамам қатты ауырып қалды дейді сонымен жаңағы врачтар шетелде емделген ба жаңағыдай көңіл күйін көтеріңкі болсын бұл кісінің деп сендердің сериалдарыңды қойып береміз дейді күледі мәз дейді мамамыз күлген сайын біз күлеміз дейді Кореяда кино әрі шипа ретінде шығарып жатыр адамдарға шипа палау деген мен сияқты енді мен анау әйтеуір Аллаға шүкір сендерде әйтеуір осы кішкентай болсын көрермендерге бір күлкі сыйлап көңіл сыйлап жүріп осындай бір нәрсеге ем жасап жатырмыз дегендер ол үлкен жеңіс деп білу керек оны әйтеуір құр жүрген жоқсыңдар осы кішкентай жайдарманнан басталып кішкентай мынандай бір камерамен түсіріп петельшкілерің бүйтіп шығып тұрып түсіріп жүрген кездеріңнен бастап білеміз қазір енді үлкен киноға өттіңдер ол сферада тфәй қазір алдыңғы қатардасыңдар ол жеңіс қой енді короче қызықтаймызға барамыз ғой біз сол жерде мен айтқам ғой біз қазір мақтанып жатырмық қой миллиард жинадық 2 миллиард жинадық деп бірақ осы киноны қазақша киноны бастап берген кинотеатрға қазақтардың бәрін әкеліп берген осы Нұрлан Қоянбаев деп айтқам ғой соны Нұрлан Қоянбаев ағамыз өзінің инстаграмына салады рилс қылып сөйтсем мен қуанып кетемін сөйтсем астына адамдар жазып жатыр ғой сабынсың ба не кіріп жатсың деп ше анандай да мысалға ол кісіні біз айтпасақ кім айтады мысалға конечно иә жақсының мен мысалы андай бір теңеу айтайыншы бәріміз футбол қараймыз ғой енді футболистерді көреміз да мен үшін Қоянбаев кәдімгідей Бразилиядағы Зубастик Роналдо Зидандар сияқты ғой біз үшін қазіргі анау жүгіріп барады ғой жаңағы кімдер Винисиустар жүгіріп барып легенда
КВНнің біз үшін солай. Енді қалың көрермен түсінбей қалуы мүмкін. Біз кіреміз ол кісіге сабындап болсын. Өйткені бұл біздің легендамыз. Тұрсынбек Қабатов, Қоянбаев, Нұрлан ағаларымыз біз аны көргенде Марадоналарды көргендей кайф аламыз. Өйткені сол кісілерді көріп өстік. Жоқ, ол кісілер енді осындай інілеріміз кейін еңбегімді елеп ескерсін деп өсті ғой. Біз соны елеп ескеріп жатырмыз. Ертең мысалы бізде қазір еңбектеніп жатқанымыз әйтеуір бізден кейін де бір нәрсе қалдырып кетейік деген мақсат қой. Ол өскен адам жамандай берсең де болмайды ғой артынан. Бір-бірімізді сонда қолдап жамандау болса, комментарий жазу болса. Жаңағы комментарий. Қандай бірінші комментарий? Жас емессің ғой, көресіңіз. Көресің дейді. Жас емессің. Негізі андай комментарий жазудан бір олимпиада ма болса ше, қазақтар әшейін ақ қоятын сияқтымыз сосын Корея туралы тағы бір қызға айтып кетейінші. Естігенім ғой енді. Бір қыз сол жақта тұрмысқа шығады ғой, кәріске, қазақ қыз. 98 жылы деді ма, білмеймін. О жақта адам өлсе жерлемейді екен ғой. Андай не қылады? Крематория өртеп не қылады екен. Кішкентай ақ береді. Банкіге сақ қоямыз. Сөйтіп күйеуі өлген екен, айтпаған ғой Қазақстандағы туысқандарына. Өлді деп ше. Сөйтіп күйеуі естіген ғой, қызымыз қайтыс болыпты ғой. Қаяқта ол? Сөйтсе күлін банкіге сақтап қойған дейді ғой. Бер десе бермейді дейді анау ше. Сол жағы сәл қиындау екен. Сосын ит жейді деген өтірік екен. Иә, негізі біздің кәрістер бая ашаршылық кезінде сол Только адам сол кезде жегені содан қалып кеткен сондай. Жоқ, ана әңгіме бізде. Итті жаңағыдай жақсы көргенін көріп, бұлар иттің етін жейді деп кеткен шығар, может? Аналар жемейді, жақсы көріп өледі аналар. Енді мысалға сіз иттің несін адам дәрежесіне көтеріп тұрғаннан кейін ол қалай? Просто біздегі әңгімелер екен, кәрістер ит жейді деген. Бізде де ауырып қалса, сондай қиын нәрселерді айтып тастады ғой. Бізде қатты иттің сорпасын жүгіріп болмайды. Кірпінің жылан, кірпі. Сондай қорқынышты нәрселердің ғана емі бар ма? Ненің майын жағатын еді? Борсықтың майын. Бір борсық ауырып қалып жолдас баласының майын жақпы дейтін бар еді. Сосын жақында жаңа инстаграмнан неден көріп жатырмыз. Автобусқа мініп алып, бір айдан аса жүріп, бір айдан аса жүріп гастроль алатындар. Қанат Әлжаппар ағамыз көріп қалдық семейде. Айттым. Сенде жаздан бері жүрсіңдер дейді. Ұзақ жүрдік енді. Біраз өнерпаздардан қарағанда өндірдік біраз жерді. Бәрін жолмен айырылдыңдар. Сол автобуспен 37 өңірді аралаппыз ғой. О автобустың ограничениесі бар. 100-ден аспайды, короче. Иә, ол автобустар сондай ғой. Артында 90 деп жазылып тұрмай ма өзінің автобустардың? Қанша километр? 1000 километр бар, 1200 километр бар. Сөйте салады ғой. Автобус айдап көрдім мен айтпақшы. Ол андай болған ғой. Мен айтып берейін. Қызық басталды ма? Сөйтеміз де бәріміз енді Астанадан шығамыз Қостанайға қарай. Ұйқысы келеді бәрінің. Ұйқысы келеді, таң атады. Сөйтеді жаңағы мынандай жерде Рауана деген қыз бар, жаңағы қарындасымыз бізбен бірге аяқ жағында болды гастрольде. Сыртқа шыққысы келіп, водитель ағаға тоқтап жібересіз, бәрі ұйықтап жатқан кезде әйтеуір шығып алайын, ешкім көрмей тұрған кезде деп барғанда водитель аға деген ғой, бүйтіп тұртсе, мансырайды. Короче, бүйтеді, бәрі ұйықтап жатыр. Тұрып ағам ұйқым келмей жатыр сөйтті бір кезде. 1 сағат ұйықтап алайыншы. 1 сағаттан кейін оятшы мені, қазір тоқтаймын деді ғой. Онда братан, сіз ұйықтай беріңіз маған, жай беріп қойсаңызшы, көрейін дедім ғой. Сөйтті де 60-қа салып берді. Кетіп бара жатырмын ғой, сөйтті де 8 скорысы бар ғой, ойлаңызшы, 8. Механика ғой, иә? Механика. Нижний дегені бар екен бір бәле. 60-қа қойып береді. Авто рулі мынандай короче, екі жақта бүйтіп кетіп баратсың. Видеосын көре салайық та. Орыстар сияқты кетіп тұрады. Артында әйелің жатқан сияқты андай не ше. Осындай дальнобойщиктер. Қарамайды қарсы камера. Қорқып бара жатырмын. Мына жерде үйренбегенмін ғой. Ойлаңызшы, Мансардың уайымы мынандай болған ғой. Картадан қараған ғой. Ал бір 30 километрден кейін крутой поворот бар дейді, оңға қарай. Мансар сол жерге барғанда скоростан шығарып, қайттан қалай скоростқа саламын деген. Бір ойым, анада сәл бүйтіп тұр ғой, 60-пен барып бұрылсам, аударыламыз ба, аударылмаймыз ба деген ой тұр ғой менде. Сөйтіп Рауана келеді, аға бір тоқтайсыз ба дейді. Рауана мен тоқтай алмайын дедім. Сен ана поворотқа дейін шыда дедім, мен сол жерде тоқтаймын или бұрыламын дедім, короче. Енді арқалық жаққа бара жатып көрдім мен енді, өйткені күндіздеу жүрдік та.
не деген қазақтың байтақ кең даласы. Сосын енді мына всякий мына жоғарыда отқан ағаларымыз көріп қалуы мүмкін ғой енді подкаст. Мынау Астана мен Арқалықтың арасындағы жолды сәл реттеу керек екен негізі. Тек ол жолды ғана емес. Көп жалпы мына жақтар Аралдан солтүстік жақ, мына жақтар жолдары деген өте. Ақтөбеге дейінгі жолдар. Семейде болдық. Нашар. ол жақта да енді дұрысталып келе жатыр ғой. Бір жағынан Айналдырған өзі 30 ақ қала бар екен. Негізі Семейден қазақстанда негізі бүйтіп істей салуға болады негізі. Семейден көресеңіз негізі сондай жаңағы елге ашу айтатын ақындар негізі көп шыққан ғой негізі ше Семей жақтан. Ашуланатындай бар ана жақта ше. Өйткені ар жақтың жолы бар, табиғат қарамай қойған сияқты негізі сияқты көбісі. Мысалға ше, сіздер айта беріңіздер, Арқалыққа кірген кезде анда кино бар ғой, анау российский баяғы анау пацанский история қандай да Слово пацаны. Слово пацаны деген кино бар ғой. Сода анау бір ауылды нені көрсетеді ғой. Серий болып тұрады ғой, білесіз ба? Тура сондай болып тұрады. намысқа көреше автобустан бүйтіп ашам ғой. Кешке сағат жеттік қой. Кайсым соттар тұр ғой Арқалыққа кіре беріс жерде. Бүйтіп ше, кішкентай бала кетіп автобусқа бүйтіп қалады. Бүйтіп қарап қалып кетеді автобус бүйтіп ше. Музыка. Музыканы қойып алып қарап кетіп тұратын ғой. Жолда. Кіре беріс жерден ДК-ға дейін. Ана черный-белый болып тұр ғой, в общем. Яркий. Жадыраңқы ешқандай здание жоқ қой. Черный-белый болып тұр. Сөйтіп елді аралап бүкіл шамамыз келген жердің бәрінде осы 6 қараша киномыз шығатынын айтып, концерттің де аралау мақсаты сол болатын. Ертең киноның кезінде араламай-ақ, қыса ауасы ұсталып кеткен. Кімнің кім екенін жолда жүрсең білесің дейді ғой. Жалпы жол серік болып біріміз таныдық қой, Байгайыспен бірге жүрдік. Байгайыспен енді араласпайтын болып шештік қой, соңында. Жақсы, өте жақсы жігіттер екен, молодец, қарапайым. 6 қараша Құдай қаласа Жиздуха Кореяда өте күшті эмоциямен, күлкімен, ішінде барлық тақырыпты қозғадық. Күліп, күшті болып кетіңіздер, өмірлеріңізді ұзартыңыздар, бәріңізді күтеміз. Кино жайлы, Жиздуха жайлы, КВН жайлы жалпы айта берсек көп ұзақ отырып кетеміз. Енді біраз нәрселерді айттық деп ойлаймын. Күшті сұхбат болды, әңгімелестік, енді шер тарқаттық қой. Мен негізі анау көптеген балаларды да мені де шақырады ғой, жеке жаңағыдай көптеген подкасттар көп қой енді. Барынша бармауға тырысып жүр, өйткені ана жас күніңде байқары жоқтан қартайғанда айтар жоқ дегендей, пока қазір байқап, өмірден түйіп, бірдеңені тұжырымдап айтатын жаста емеспіз деп ойлаймын. Кейін өзі келеді. Айтатын, өз-өзімізді дәлелдеп, ертеміз соңымыздан дұрыс жастар еріп, 30-дан 40-қа жақындаған кезде ашылып, көсіліп, шешіліп сөйлеп. Мен Иманғали Нұртілеуұлы деген көкеміз марқұм, сондай кісілерге сұхбат бергім келетін. Енді өмірден өтіп кетті. Одан кейін де енді мықты кісілер, Бейсен Құранбек көкелеріміз мысалға. Армандайсың ғой енді. Олардың сондай бір дәрежеге, тұлғалыққа жетіп, сондай кісілердің алдында сұхбат берсем дейсің. Нерде де біраз нәрсе айтуға болады. Енді бұның жанры, бағыты Кореяға барып келген туралы қызықты, қыдырып келген адамдардың, кино түсіріп келген адамдардың әңгімесі ретінде айттық. Әлі балалар сөз жоқ екен, өздері айтып, өздері күліп жатыр демеңіздер. Болашақта жиіптер, Құдай қаласа төртеуміз барлығын айтамыз. Кімнің отбасы не, қалай құрылдық. Біз енді жадырап, күшті бір көрінгенімізбен әрқайсының проблемалары бар, қызық оқиғалары бар, жылып отырып айтатын бағдарламаларға мысалға мен өзімнің отбасымның кедей екенін осы үлкейгенде білдім. Бай болып өмір сүріп жүрдік, кейін айтма. Негізі кедейміз деді. Сол сияқты қызықтар өте көп, достар. Құрметті достар, сіздерді 6 қараша күні еліміздің барлық кинотеатрларынан Жиздуха Кореяда болады. Барлықтарыңыз шақырам. Келіңіздер. Жиздуха Кореяда комедия, драма, боевик киносын көруге шақырамын. Негізі мен ер жігіттер көп қарайды, сондықтан бауырларыма шақырайын. Бауырым, анаңды немесе қызыңды киноға алып кел. Анаңа бір попкорн мен бір киноға апарамасаң не істеп жүрсің? Алейкум ассалам. 6 қарашадан бастап Жиздуха фильміне барлығымыз барып, Құдай қаласа көреміз, Құдай қаласа. Көрейікші қандай қызық ба екен. Мен әлі сенбей тұрмын сендерге. Сосын шетелдегі біздің қазақ бауырларымызға, бізге Кореядағы бізге көмек қолын созған біздің осындағы бауырларымызға
үлкен алғыс айтамыз. Тек қана Кореяда емес, жалпы осы киноның жалпы барысында шетелде жүрген қазақ бауырларымыз, елден сәлем сіздерге. Сол жақта жатып көрсеңіздер болады. Иә, жалпы бұл енді Жиздуха екіншісі, бұл енді төртеуміздің Мұхтар ғана емес. Әблязовқа да айтып жатыр. Ол кісі де историяға салған бізді баяғыда. Охрана! Төртеуміздің ғана емес, қаншама аға бауырларымыздың көмегімен, қолдауымен түсіп жатқан әдемі жоба. Балақай Балкитс басшылығына алғыс білдіреміз. Тағы да басқа қаншама ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Алғысымыз шексіз. Анау ер азамат, нағыз ер азамат табанын туған жеріне, арқасын туған еліне тірейді дегендей. Біз сіздерге сеніп, әйтеуір көрерменіміз бар ғой, келеді ғой, ел бар ғой, жұрт бар ғой деп түсірдік. Сондықтан барлықтарыңызды күтеміз 6 қарашадан бастап, яғни 6 ноябрьден бастап Жиздуха Кореяда. Келіңіздер.